бізде бүгін обед ішіп жатырмыз. Қазір тамақтанып болдық. Бұл жақта андай как шведский стол сияқты емес, енді дайындап қояды первый второй қылып. Но өте дәмді тамақтары. Мына жігіт маған қарап сөйлей береді. Ана тамақ салатын жерде тұратын олардың бәрі атымды сұрайды, бәрін сұрайды, сөйлей береді. Неше күле береді, мамаға қарап машалла тамақтануға ұялатын сияқтымын ғой, мына жақта. Мен уже үйреніп қалғам, Турцияға барғанда да осындай болған, өзі қалап отырсам, иә. Мына жігіт біздің дастархан жинап жатыр да, сөйтсе ар жағында айтып жатыр. Жинама, олар болған жоқ дейді. Бізге ондай, типа, особое внимание бөліп жатыр ғой. Тогымды бердім көрсе, тогымды алады. Көмектесі екеумізді түсірді. Хит болды. Біз екінті намазын оқып, енді Аль-Харам мешітіне бара жатырмыз. Кеше қиғыланы көрдің ба деп сұрап жатқан жандар, расыға жазып жатқандар көп рахмет. Көрдім, алғашқы реакциямды түсірдім, бірақ очкиде болдым ол. Но салайын ба деп ойланып отырмын. То есть басынан бері келе жатқан қалай жол болды деген сияқты. Сондай видеоларды салмасаға деп болады. 300 мың жиналды. Рахмет. Az болып қалған еді ғой, по-любому, поэтому үстінен тағы да миллион. Бір кішкентай бір қыз ауырып жатыр екен, негізі соған келген болатынбыз. Капучи осы болды еді. Осыны алып келген. Hadi. Жүр. Бәрін түсінеді, бірақ әдебиет жоқ. Бәрін түсінеді, бірақ бір аптадай, бір жарым аптадай әжептәуір қаламызда бірден судың ұқсайды, судың ұқсаған кезде бір күнде 10 рет ұстап қалып кейде. Судың ұқсаған кезде енді жылаймыз, қосылып бәріміз жақсы көреміз. Түнмен ұйықтамаймын, өйткені таңғы алып та жаздым Мұражанғызға. Айттым, Мұражанғыз дедім, Шымкентте сандалы жүріп осыған платный врач деп болды, вообще деп бір сөзімді қимаймын. Көздері андай бәрін түсініп тұр ғой. Түсінеді, бірақ айта алмайды. Көзі үлкен адам сияқты қарайды. Иә, бәрін түсінеді. Ұялуды да біледі, мысалы. Міне бірінші топпыз, 18 жасқа дейді. Қалған бәрін жұмысымыз, не қыламыз. Енді емінің көмегі болса болғаны ғой деп жатырмын да мен. Жыламды, қой ғой. Кешіріңдерші, жыламайын деген. Дай просто видит. Мен жоқ қой дейді, әруім бәр қолымыз дейді, бірақ өзім ана болғаннан кейін кішкене бүйтіп сәл отырса деймін, не қойған басына терсе деймін. Менен басқа ешкім жоқ, неше радым. Ешкімге білмейді, күндіз тұрып мен білмейді, түнге қарай жүрегім ауырады. Біз бұндай нәрсемен онша айналыспайтын едім, но осы қыз көргеннен кейін почему-то Шымкентке еще келе жатқаннан кейін еще осы қызды прям приоритетке қойып бірінші осы жаққа келдім. Поэтому сіздерден көмек сұрап отырмыз. Сондай, осы керемет деген қыз жазылып кетеді деген ойдамыз. Бәрін түсініп, сезіп тұр, бірақ сөйлемейді екен, и жүрмейді екен. Раушан тәтеге рахмет. Сізге осы апайдың номерін беріп, осындай қыз бар екен деді. Сосын мен что-то бір қатты көмектескім келіп қалды. Сөйтіп келіп тұрмыз. Есік ашық тұрған беді. Тамағын беріп отырсыз қойдың. Қанша сағат болды сонда біз салғанымызға вообще? 3-те салдық қой, 4 сағат болды. 3-4 сағатта бізде ақша жиналды. Соны сізге табыстайын деп. Біз жай ғана себепкер болып тұрып, 300 мың жиналды. Рахмет. Аз болып қалған еді ғой, по-любому, поэтому үстінен тағы да миллион 600. Енді осы қыз не деп кетсін. Просто бізге отчетын жіберіп, осы қыз осы жерде деп тұрсаңыз, тағы да болашақта бұйырса көмектесеміз. Сол аудиториямызбен бірге. Қайтсын көмектесіп жандарында, рахмет. Рахмет. Жазылып кет. Жазылып кет. Себепкер болдым. Сіздерге де рахмет үлкен за поддержку. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Все, біз кеттік Шымкентке. Все, сау болыңыз. Пока.